Сәлем достар, бүгін біз орама жасайтын боламыз. Холодильниктен сразу шығарып суға салып қойдым. Ең алдымен бізге картошка жуаса біз барлығын аршып алатын боламыз. Сосын ұнды осылай ситадан өткізіп, тұзын және де суын қосып, қамыр илеп алатын боламыз. Әрі қарай картошкамызды, жуамызды, сәбізімізді соломка етіп турап алатын боламыз. Осы кезде фаршымыз дайын болды. Оны міндетті түрде барлығын араластырып, тұз, бұрыш, паприка қосып араластырып алдым. Дайын қамырымызды бір-екі рет илеп болғаннан кейін барып жайып алатын боламыз. Міне осылай дөңгелектеп жайып аламыз. Қамырдың бетіне міндетті түрде жайып болғаннан кейін шемішке маймен жағып жіберуді ұмытпаңыздар. Енді дайын қамырымыздың үстіне фарштарымызды салып, оны дөңгелектеп орап аламыз. Міне біздің орамамыз дайын болды. Әрі қарай подливамды жуамен сәбізді араластырып дайындадым. Орама тамағымыз дайын болды. Ас болсын!